Ал, кеттік. Бисмилля. Енді кәдімгі жүріп айтып тұрмын. Мына ноут не үшін тұр? Просто, типа, Mac әдемі тұрса, андай серьезность создавать етеді. Сәлем, құрметті менің оқушым, менің есімім Қыран Талапбек. Сені менің курсымда көргеніме өте қуаныштымын. Маған сенгеніңе рахмет. Өйткені біз қазір бүкіл рынокты өзгертеміз. Мен сіздерге жалпы коронавирустың не туралы екенін айтып беремін. Мүмкін араңызда оқушы, мүмкін жас, мүмкін жұмыс істейтін адам, мүмкін мұғалім және бизнесмен. Қандай да жағдай болмасын, қазір барлығы Instagram қолдануда. Барлық рынок, барлық нарық, қыранның керісінше нарық, білсеңіздер, білмесеңіздер. Барлық нарық Instagram'ды қолдануда. Айта берсем әңгімесі көп. Кеттік, нақтылай сабақтарды бастайық. Инстаграмда әдемі қолданған дұрыс, әдемілікті көрсеткен дұрыс, бірақ біз бір нәрсені, мен өзім де оны ұмытып кетемін, бір нәрсені ұмытып кетеміз. Біз Инстаграм арқылы сату, ол арқылы ақша табу және Инстаграм арқылы өзіңнің идеологияңды, болмаса өзіңнің ойыңды, өзіңнің товарыңды келесі адамның миына құю. Жалпы сату деген сол, сату деген ол базарда барып бір нәрсені сату емес, сен өзің ойыңды, идеологияңды, өзіңнің түсінігіңді біреудің миына кіргізу, ол соны сату деп айтамыз, продажа деп айтамыз ғой. You ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Мені дұрыс түсінген боларсыздар. Яғни біз сіздермен бұл курста сіздің брендіңізді, сіздің атыңызды, сіздің компанияңызды басқа адамның миына құюды үйретеміз. Мысалға, мына логотипті бәріңіз білетін шығарсыздар. Қыран Films деген. Менің қазіргі басты мақсатым осы логотипті адамдардың көзіне барынша әдемі жерлерде, барынша торитетті жерлерде осыны көрсетіп, адамдардың подсознаниясіне, адамдардың миының астына, миының астына подсознание деп айтады ғой, миының астына барынша соны енгізу. Бұл жерде сіздерге бірінші жұмыс берем. Начало деген фильмді қарап көріңіздер, Начало деген кино. Міндетті түрде. Ол жерде адамдардың түсінде келетін информация туралы айтылады. Яғни сіз бір түс көрсең, мен оған өзім қатты сенем, және менде де шынымен сондай. Начало деген фильмді қарап көріңіз. Қазір Инстаграмда бизнес көп. Акимат болсын, интернет магазиндер болсын, бәріне SMM мамам керек, бәріне сторис мейкер керек. Барлығына осы әдемілікті, товарды көрсетуге болады. Бірақ сол арқылы, сторис арқылы сатуды көп адамдар білмейді. Білетін адамдар аз. Оларға сіз секілді маман керек. Мен уверенмін, кез келген қалада сіз секілді маман керек. Мынандай нәрсе бар да, сіз менің сабағымды көргеннен кейін, ол қарап қоя салсаңыз, онда ол сіз көрермен боласыз. Менің оқушым болу үшін оны міндетті түрде қайталаңыз, міндетті түрде оны іске асырыңыз, практика керек. Ол көлік айдау секілді. Сіз көлік айдағанда дыға қойса жүреді дегенді бәрі білу мүмкін, бірақ та практика болмаса, бұл жерде сіздің қолыңыздан келмейді. Болмайды. Маған бір кісі жазды. Қыран, мен сенің мобилографияңды өткен болатынмын. Енді мен қалай ақша тапсам болады дейді. Страницасына кірсем, 4 суреттер, 4-еуі де селфи. Ондай болмасын да, сіздер ақша табу үшін бірінші практика жасаңыздар, бірінші біліміңізді іске асырыңыздар, күнде осы телефондарыңызбен қолданыңыздар. Сол проблемалар сондай. Енді қараң, мен Америкаға барған кезде маған қазіргі заманда тек қана видео арқылы сату, сторис арқылы сіздер сату керексіздер. Сатудың мағынасын түсініп алдыңыздар не екен, ол бетіп сату емес, мә ал деп. Сен былай тұрасың, өзінше болып. И саған адам келіп, мынаны маған берші, мен сені алайын деген. Сенің логотипің күшті екен, болмаса сенің брендing жақсы, стористарың мықты болып кетті деп айту үшін сен жұмыс істейсің. Ол қалай жұмыс істейсің? Сен оған, человечек тұрса, сен оған жан-жақтан алып келесің. Ол прямой сату емес, подсознательно, нативно, скрытно, бірақ сенің жұмыс істеуің сол. Парақшаларыңызға қолданыңыздар, білмеймін, 200 подписчик болсын, 300 подписчик болсын, сол 300 адамның сіз туралы ойын өзгертіңіз, сіздің брендіңіз туралы ойын өзгертіңіз. Білмеймін, сізде мүмкін қазір ресторан болуы мүмкін, біз оқушы болуы мүмкінсіз, бірақ сіздің парақшаңыздың, сіздің товарыңыз, товар деп бұл Қыран Талапбек деген страничкада Қыран Талапбек деп товар болып саналады. Дұрыс жағынан түсіндіңіз, сіздің товарыңыздың
товарыңыз туралы сол 300 адамның ойы өзгеру керек. Оның ойы өзгерсе, ол качествоға жұмыс істейміз, одан ары қарай уже көтеріледі.